Мен Алматы қаласы білім басқармасы басшысы Сайфединов Сайран Тапеновның қабылдауына өзімнің арызымның шегінде екінші рет кіріп отырмын. Менің талабым мұғалімдердің заңсыз әрекеттерін анықтау болатын. Мен арызымда көрсетілгендей тиісті адамдарды қабылдауға шақырмай, мен шығып кеткеннен кейін артымнан кіргізіп отыр. Басшысының бұл әрекеті маған күмән туғызғаннан кейін әңгімелердің үстінен былай кіріп бардым. Кешіріңіз. Мен қазір школ директорды көріп, келіп отырмын да. Осы жерге кіріп, осы бәрібір сөйлесіп. Жаңа негізі баста осы жерге келіп, бәріміз бірге сөйлесіп. Жеке сөйлесем, жоқ, жеке сөйлесе бересіз, кейін біз сосын барып келесіз, мен сізді шығып кеттіңіз ғой қазір. Күтіп отырмын, біліп алайын мән жайын бәрін. Сосын сіз енді біздің көзімізше сөйлесеңіз болмай ма? шақырамыз сосын, жақсы да. Неге біздің көзімізше сөйлеспейсіз? Сөйлесе беріңіздер өзіңіз. Жоқ, енді бізге мен өткенде келген кезде айттым ғой, ескерттім, келмеді бұл кісілер. Неге шақырмадыңыздар деп сұрадым. Енді қазір келіп біздің көзімізше сөйлесудің орнына бізді шығарып жіберіп кеткеннен кейін шақырып отырсыз. Қызметкер адамға да құрмет болу керек қой. Енді біз сізді құрметте қабылдадық қой. Қабылдасаңыз неге бірге шақырмайсыз бәрін? Сіздің бастық болғаныңыз қайда сонда? Қаншама мұғалімнің үстінен қарап, қандай тәрбие беріп отырсыз мұғалімдерге? Нұрлан ағай, сізбен қазір сөйлесеміз ба, жоқ, кейін сөйлесеміз ба? Негізі бастықтың алдында сөйлеу керек еді. Ол не деген масқара мынау, мұғалімдердің алдына бәрін жинап келіп, общий істі ортаға мән-жайды салудың орнына жеке-жеке келіп сөйлесіп отыр. Ұрлық жасаған адамның тірлігі ғой мынау. Бұл басшының әрекетін қалай түсінуге болады? Егер шынымен де бізді құрметтеп ісімізді шешіп беретін болса, онда бұлай қашпай бетпе-бет отырып сөйлесетін еді. Жоқ әлде бұл басшы халықты менсінбей отыр ма? Қандай басшы болса да білім басында отырған басшылар тек бір ғана мекеменің емес, күллі ұрпақтың тағдырына жауапты адам. Баланы ұстаз тәрбиелесе, ұстазды басшы тәрбиелейді. Ал басшы өзінің қол астындағы қызметкерлерінің арасындағы әдепсіздікті, заңсыздықты реттемесе, онда оның несі басшы? Қабылдауға дейін жауап беру керек болған арызымды 13-не дейін созып қойған болатын. Ал қабылдаудан кейін 23-не тағы да ұзартып қойыпты. Осы созғандарына қарай талабында көрсетілген заңсыздықтарды анықтап, заң бойынша жауап береді деп сенемін. Ұлттың рухы ұстаздан, ал ұстаздың ары басшыдан басталады. Білім саласында әділдік пен әдеп болмаса, онда ертеңгі елдің іргесі қалай берік болмақ?